Қазақстан транзиттік құбыр желісін кеңейту арқылы мұнай экспорттау көлемін ұлғайтады. Сонымен қатар Каспийдегі геологиялық жұмыстарды жалғастырып, газ-химиялық саланы дамытуды көздейді. Бұл туралы бүгін 7-ші Евразиялық Қазэнерджи форумында айтылды. Форумдағы өзге де мәселелер туралы Нұрболат Туыспайұлы зерттеп қайтты. Тұрақты экономикалық болашақты қалыптастыру бұл бүгінде бүкіл әлемді толғандырып отырған мәселе. Алайда әлемдік дағдарыс пен Европадағы экономикалық тұрақсыздық одан қалды. Мұнай бағасы мен таяу шығыстағы шиеленіскен саяси жағдайдың бүгінгі келбеті әлемдік энергетика мәселесін тасада қалдырмай ма деген заңды сауал туындайды. Ал мұнай газ саласының ықпалы бұл жерде қаншалықты маңызды? Міне Евразия кіндігі саналатын Қазақстанның бас қаласы Астанада халықаралық деңгейдегі сарапшылардың талқылаған көп мәселесінің бірі осы. Қазэнерджи Евразиялық форумы кезінде еліміздің мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Қазақстанда мұнай экспортының 2 есеге өскенін айтып еді. Алайда халықаралық сарапшылардың пікірінше сыртқа шығатын мұнайдың мөлшері артқанымен ол қазіргі тасымалдаушы құбырлардың сыйымдылығына сәйкес келмейді. Одновременно мы видим, что бүгінгі көліктік дәліздер алдағы 2-10 жылдықта мөлшері артады деген мұнай экспортын жүзеге асыра алмайды. Сондықтан энергия хартиясының келісіміне көмектесе алатын өзге мемлекеттермен арадағы қарым-қатынасты нығайтып алу үшін Қазақстан керемет мүмкіндік алып отыр деп ойлаймын. Ал мұнай-газ министрінің мұнай экспортын Баку, Тбилиси, Джейхан құбыры арқылы жүзеге асыру үшін жол ашу керек деген пікірмен біз толық келісеміз. Мұнай мен газ экспортына арналған көліктік дәліздерді дамыту жайын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ләззат Қиынов та сөз етті. Ол алдымен магистральды турба құбырларын жетілдіріп алу қажеттігін айтады. Өйткені мұнай газ саласы төреға айтқандай бүгінгі ел экономикасын алға сүйреп тұрған негізгі локомотив. Мұнай өндіріп, оны экспорттау жағынан көш бастап келе жатқан 30 елдің құрамына кіруді мақсат етіп отырмыз. Қазіргі таңда теңіз бен қашаған жобалар жүзеге асып жатыр. Енді бұдан былай жаңа кен орындарын іздеп тауып, ел экономикасының өсуіне жұмыс істей береміз. Рас, Қазақстан Евразия кіндігі, сондықтан да энергетика қауіпсіздігін тұрақтандырып, мұнай газ саласын жетілдіру үшін де географиялық жағдайдың рөл ойнайтыны белгілі. Ал Ләззат Қиыновтың айтуынша біздегі жайлы климаттың әсері елімізге инвестицияның көптеп құйылуына ықпал етіп отыр. Нұрболат Туыспайұлы, Мерей Советхан, 24 KZ, Астана.